İsa Қазбек Жарылқасынұлына беріледі. Рахмет, құрметті Нұрлан Зайроллаұлы. Ақжол фракциясының депутаттық сауалы республика премьер-министріне мемлекеттік тіл туралы. Қазақстан президенті болып сайланғанда ең бастысы қазақ тілі деп мәлімдеген Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев халыққа жасаған алғашқы жолдауында қазақ тілі ұлтаралық қатынас тіліне айналуы керек деп атап көрсеткені ел үмітін оятты. Ал 2018 жылы елбасы мемлекеттік тілдің қолдану аясын кеңейту мақсатында парламент пен үкіметтің жұмысы тек мемлекеттік тілде жүргізілуі тиіс деп нақты тапсырма берді. Ал жаңа ғана біз үкімет мүшесі министр Әсет Ерғалиевтің мемлекеттік тілді аттап өтіп қай тілде сөйлегеніне куә болдық. Елбасы да, мемлекет басшысы да тапсырған мемлекеттік тілдің өз атына сай болу талабын кейінге қалдыруға болмайды. Өйткені қазіргі кезде 1989 жылғы қазақтың саны 39% кезінде қабылданған тілдер туралы алғашқы заңнан бері демографиялық өсіміміз 2 есе өсті. Қоғамда мемлекеттік тілдің барлық салаларда қолданылуын талап етуде уақытта келді. Мемлекеттік тіл туралы заң қабылдауда Ақжол партиясы ұлттық кеңестің 2019 жылғы бірінші отырысында да көтерді. 2020 жыл 28 желтоқсанда ұлттық кеңес мүшелерімен кездесуде мәдениет министрі Ақтоты Райымқұлова бұл ұсынысымыздың өндіріске алынып, қоғам талабына сай мемлекеттік тіл туралы заң жобасы тұжырымдамасы жасалып, тамыз айында былтыр үкіметке жіберілгенін мәлімдеді. Яғни ол заң тұжырымдамасы үкіметте жатыр қозғаусыз. Қазір халқымыз 19 миллионға, қазақ ұлты 78%-ға жетіп қалды. Ал сол халыққа қызмет көрсететін мамандардың мемлекеттік тілді білмеуі азаматтардың қызмет алу құқығын аяқ етуде. Тәуелсіз қазақ елін аңсап келген миллионнан астам қандастарымыз бен ауылдық миллиондаған қаракөздеріміз жапа шегумен келеді. 30 жылдан бері әлі күнге мемлекеттік қызметшінің мемлекеттік тілді білуі туралы нақты талап жоқ. Мемлекеттік тілді білу талабы азаматты тілді кемсіту емес. Мемлекеттік қызметшіге бар болған 100 мыңға жуық адамға қойылатын кәсіби біліктілік талабы болуы тиіс. Сыртқы істер саласының мамандарынан шет тілін қалай талап етсе, немесе көлік жүргізушіден жүргізуші куәлігін қалай талап етсе, сонымен бірдей міндет бұл. 14 миллиондай 78% мемлекет негізін құраушы қазақ ұлты 100 мыңдай ғана жарты пайыз мемлекеттік қызметшіден қызметті не ақпаратты мемлекеттік тілде ала алмауы нағыз парадокс. Сонда жарты пайыз мемлекеттік қызметшілер 78% халыққа заңсыз үстемдік жасап келеді. Мемлекеттік тілдің мәртебесін жеке дара анықтайтын уақыт жетті. Себебі қазір тәуелсіздігімізге 30 жыл толып жатқанда мемлекеттік тіл туралы статусын толық атқара алмаған заңымыз демографиялық және демократиялық заңдылықтармен өз күшін жойып отыр. Суға түспей жүзуді үйрену қандай мүмкін болмаса, мемлекеттік тілді міндеттемей, оны үйрену де сондай мүмкін емес. Ал ешбір заңда, не бағдарламаларда, мемлекеттік органдарда міндетті түрде мемлекеттік тілді білу туралы норма жоқ. Сондықтан да биыл Қазақстан президенті Қасым-Жомарт Тоқаев тәуелсіздік бәрінен қымбат атты мақаласында мемлекеттік тілді білу Қазақстанның әрбір азаматының міндеті деп нақты атап көрсетіп берді. Жоғарыда айтылғандардың негізінде мемлекет басшысы атап өткендей, қазақ тілі шынайы ұлтаралық қатынас тіліне айналып, елдің әр азаматы білуі міндетті мемлекеттік тіл болу үшін келесі нақты шараларды қабылдауды ұсынамыз. Бірінші, мемлекеттік қызметшілердің, құқық қорғау органдары қызметкерлері мен соттардың және көпшілікте қызмет ету мекемелерінде міндетті түрде мемлекеттік тілді білуі туралы стандарт енгізу. Екінші, мемлекеттік қызметшілердің мемлекеттік тілді меңгеру деңгейін анықтаудың жүйесі мен тәртібін белгілеу, қажетті механизмдерін жасау. Үшінші, заң актілері мен өзге де тәртібін белгілеу. Заң актілері мен өзге де нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік органдардың құжаттары мен хаттарын, ақпараттары мен есептерін, іс қағаздарын ресімдеудің негізгі нұсқасы тек мемлекеттік тілде жүзеге асуы тиіс. Төртінші, кез келген тілдің дамуының кепілдігі оның экономикалық және қаржылық салада қажеттілігі.
Сол себептен мемлекеттік тілді ең алдымен Микрофон қосыңыз. кез келген тілдің дамуының кепілдігі, оның экономикалық және қаржылық салаларда қажеттілігі. Сол себептен мемлекеттік тілді ең алдымен экономикада қолдануды күшейтуіміз қажет. Мысалы, Норвегияда мұнай туралы заңның 6 және 37 баптарында мұнайға қатысты қызметте мүмкіндігінше норвег тілі басым болуға тиіс. Басқа тілдер қажетті немесе ақылға қонымды болған жағдайда ғана пайдалануы мүмкін деп жазылған. Бізге де әлеуетті инвесторлар мен шетел компанияларды қоса алғанда келісім шарттарда мемлекеттік тілді міндетті түрде пайдалану талабын белгілеу керек. Құрметпен Ақ жол партиясы фракциясы депутаттары. Рахмет. Рахмет.